Kayda yılkıya şubulsa kalın ay topkaya yolgar kıyadan kulağına şubulsa ya yıgılgı okkaya yolgar Şisa galabay karagan Gazeteler şaşınay taragan Baydın kızı ya kara kızı ya Bir zaman gaya zulgan Baydın kızı ya kara kızı ya Bir zaman gaya zulgan Рахмет Тұрғанбайға. Неке әулеттен әулетқа өтіп жатырған жыраушылық династиясын давам етуде сізге біз еледе рухи күш қайрат тілейміз. Жүда жақсы енді сөзімізді неке Икрам жырау, Саламат жырау һәм Зинаттин жыраулар менен давам етсек. Менің мына қобыз аспабына қызығушылығым 2000 жылы музыка училищесін бітіріп келгеннен кейін Есенбай жырау атындағы балалар музыка мектебіне мұғалім болып келдім. Бұл жерге келсем, ұстазымыз Тұрғанбай аға қобызда оқушыларға нама үйретіп екен. Сол намаларда үйреніп, қызығып, Тұрғанбай ағадан дәстілеп сол қобыздың сырларын Тұрғанбай ағадан үйрендім. Ондан кейін қобыз намаларын үйреніп, ұстазымыз Зарпай ағамен біргелікте қазіргі милли фольклор саз эстрада жөнелісі дейді. Соларға қобыз намаларын қосып, шертіп не қылып жатырмыз. Рахмет. Менде қобызға қызығушылығым жаслығымнан басланған. Мен кішкентай мектепте оқып жүргенімде музыкальный школға барып, Тұрғанбай ағадан музыка мектебіне барып, Тұрғанбай ағадан қобыз аспабын ұстап үйреніп, қобыз сазларын үйренгенмен 2008 жылы музыка мектебін бітіріп, Нөксі мәдениеттаным көркем өнер колледжінде милли музыка бөліміне қобыз аспабынан тапсырғанмын. Ол жерде менің ұстазым, әзіргі ұстазым Бақберген аға Сырымбетов болады. Одан мен қобыздың жырын, сырын үйреніп, әзіргі күнде дастанлардан өзімді атқарып жүріппін. Үйреніп келатырсыз? Үйреніп келатырмын. Saptımay kıyadaş atmayman közden ay tatlı yaş Handan kelgen ay yavşuman ak boz üydün ay işinde bar bolsan candar ay haberlaş Yer yetse kulunma üylümet Hayttırsan kızыңды бермек бізден емес сізден емес бұрыннан киятқан атада бабаңнан қалған ай өледі Ханнан ай келген ай елшімен еллеселерге ай келгенмен Handan
Haşadan kelgen yavşuman yavlasarlarga kelgenme yetti Mehmet sevdasın yetti eylerge kelgenmen. Tavşuman ey tavşuman Kusunu salgan ey avşuman Oldu hem körgen kızın ey paşadan kelgen ey yavşuman Yavlasırmak ey yavşudan yavlasarlar ey kelgenmen Yerleştirmek yelçeden yerleşerlerge kelgenmen yetti Mehmet sevdasın yetti eylerge kelgenmen Sizlere sağuta biz usta sattı eylerge kelgenmen Sizler temir biz kömür yerterlerge kelgenmen Yekkı Mehmet sevdasın yetti yerlerge kelgenmen Aytırsa bergilsiz kızına hannana kelgene yelşimene Sağda tolun ay sarı ot Kalandan bizge de kaytmak yok Haşadan kelgen yavşığa acel hem yetmeye ölmek yok Bak şimdi ay kızıl gül sayrar şamendey ol bülbül Ay tıp oldum arzımdı gah bergil kızındı gah berme kızındı sahibi Kur'an bayağı ihtiyarı Özün böyle Мен Nurettin Зинеддин, номер 10 салы Есенмұрат Жырау атындағы көркемөнер мектебінде оқимын. Менің ол жердегі ұстазым Бақтияр аға Қыдырбаев һәм Тұрғанбай ағалар болып есептелінеді. Juda ma'qul. Hozirgi vaqtda qo'znamalarning qaysi birini o'rganib o'tiribsiz? Мен қазір Абамс дастанынан көз айдын үйреніп отырмын. Alısta Qumrat'ın yerlere At çapkan taudun ey şillere Ozu tüşüber ey bayrakanlı Ey göz aydın baysının beklere Көрінбес düşman ey көзлерге Gap қоспас ешкім ей сөзлерге Көз айдын болсын ей алпамсың ей Мен ырза болдым ей сізлерге Ойнаған бедеу ей
Рахмет Зинаттин, қобызға болған мехрің, жыраушылық өнеріне болған ықылың еле де арта берсін балам. Міне сіз ұстазлар, Тұрғанбай аға, Ыбырайым аға, міне өздеріңіздің шәкіртлеріңіздің атқаруындағы қобыз намаларынан тыңладыңыз, олардың атқарған мінекей қалыптастарларынан аз кем болса да үзінділер тыңладыңыз. Шәкіртлеріңізге нелер айтқан болар едіңіз? Көп рахметтер айтамын. Hem соларға елем алдында табыс тілеймін. Кеуіліңіз толды ма? Кеуіліміз толды. Елем бұндан бетер шыңдарға шықса, онда ондан бетер қуанамыз. Әлбетте, еледе лекін көбірек үйрену керек, көбірек ізденуді талап етеді бұл өнер. Тұрғанбай аға? Енді айтқан туры, бұл енді жасынан бұлар үйренсе, соңында бір күшлі жырау болып кетеді бұлар. Себебі жас уақытта бұның мына бесуна перде дейміз ғой, пердені басқан уақытта бармақлары жақсы икемге келеді, дауысы ашылады. Сонысын бұл келешекте бір жақсы жырау болып жетседі бұлар. Енді Зарпайға біз бүгінгі телекөрсетуіміз соңында неке сізге рахметтер айтамыз, себебі қоңыратлы жырауларды бір жерге жәмілеп студиямызға алып келіп, неке бүгінгі телекөрсетуімізде олардың неке атқаруындағы толғаулары менен сазларын неке бірге тыңладық. Тамаша көреріміз бұның куәсі болды. Біз әлбетте су халқымызда осы жыраушылық өнерін бір еледе жетілістіруде. Халқымыздың арасынан неке және де жас жырауларымызды еледе көптеп жетілістіріп шығаруда. Сол арқалы біз бағана жоғарыда айтып өткенімізде бүгінгі һәм ертеңгі авлатларымыздың қалбінде осы неке қобыз намаларына болған, сондай-ақ жыраушылық өнеріне болған бір қызығушылықты еледе оятып баруда. Неке істеніп батырған сіздің районыңыздағы жұмыстарға біз еледе табыстар тілейміз Зарпайға. Хақиқатында да, әзиз тамашагөй, біз ізленген імкан табады дегенде ел игілігі жолындағы ібратлы істердің барлығының тариптарымыз. Тілегіміз, милли қадіриятымыз қадірін ұлықлаушы сазларымыз өз сиқырлығын, өз әхметін жоғалтпастан мәңгі жаңылай берсін деп қаламыз. Сау саламат болыңлар.